Бал арасы Майя. Бұрынғы өткен заманда қалың орман ішінде үлкен ара ұясы болыпты. Бүгін барлық аралар үшін маңызды күн. Сәби аралардың жұмыртқа жарып шығатын күні еді. Барлық жарып шыққан сәби араларға есім қойылады. Міне бүгін бір тәтті балақай жұмыртқа жарып шығады. Оның атын Майя деп қояды. Неге Майя деп сұрайды сәби ара? Бізге есімнің не керегі бар дейді. Мұндай сұрақ күтпеген үлкен ара. Басқалар бізді шақыру үшін есім қойылады дейді үлкен ара. Иә, біз бәріміз бірдейміз. Бізді ажырату үшін қойылады ғой, иә, дейді сәби ара. Иә, сен өте ақылды екенсің, дейді үлкен ара. Қане кеттік балалар, артымнан жүріңдер, дейді үлкен ара. Майя өте бақытты еді. Айналасына қарап таң қалады. Барлығы өз жұмыстарымен айналысып жатыр екен. Біреулері қабырғаларды тазалап, біреулері ыдысқа гүл тозаңдарын жинап, біреулері болса сап түзеп жүріп бара жатады. Әрбірінің өздерінің жұмыстары болады. Қабырғаны жуып жатқан аралар тазалықшы аралар. Тағы бізде жинаушы аралар, бала күтуші аралар, жұмысшы аралар болады, дейді үлкен ара. Неге біз жұмыс істейміз, дейді Майя. Майя, біз жұмыс істеуіміз керек. Егер жұмыс істемесек, бекерші болып қаламыз, дейді. Тазалаушы аралар тазаламаса, барлық жеріміз кір болып кетеді. Тозаң жинаушы аралар тозаң жинамаса, тозаң деген не, дейді тағы да Майя. Тозаң жинайтын аралар гүлдердің тозаңын жинап келеді. Жұмысшы аралар осы тозаңдардан бал жинап алады, дейді үлкен ара. Тозаң жинайтын аралар тозаңды қалай көтеріп келеді, дейді тағы Майя. Үлкен ара күліп, өздерінің бал жинайтын қарындары болады, дейді үлкен ара. Ол біз аралардың бәрінде болады. Күндер өтеді. Кішкентай араларға да түрлі жұмыстар табылады. Біреулері ұяның ішін тазаласа, біреулеріне ұяның сыртын тазалауды тапсырады. Тағы біреулеріне тозаң жинауды, тағы басқаларына ұяны қорғау тапсырылады. Майяда басқасының бәрінде жұмыстар бар еді. Ол әлемге басқа көзбен қарайтын еді. Бәрінің алдына барып жұмыстарын жасап көреді. Өзіне тең жұмыс таба алмайтын еді. Еш қайсысын жасай алмайтын еді. Үлкен аралар да, патшайым да Майяға тиісті жұмыс таба алмады. Ол өте көп сұрақ қоя беретін еді. Басыңыздағы не деп сұрайды патшайымнан? Бәрі қорқып қарайды. Патшайымға бұлай сөйлемейді. Кешіріңіз патшайым, дейді барлық ара. Патшайым күліп, Майя, сен неге біздің айтқан жерде істегің келмейді, дейді. Білмедім, бұл жерде бәрі өзімен өзі, тек жұмыс. Оларды көрсем көңілім түседі. Мен тек сыртқа ұшып жүруді, сыртқа өмірмен танысуды, дүниені көргім келеді, дейді Майя. Ой, құдайым, бұл не деп кетті? Аралар армандамайды, дейді патшайым. Кешіріңіз патшайым, Майяның жаман ниеті жоқ. Мен оған жұмыс бердім, бірақ ол тынбай сыртқа ұшқысы келетінін айта берді, дейді үлкен ара. Бәлкім оны тозаң жинауға сыртқа жіберсекше, оның жұмысы сол шығар, дейді. Әрбір араның өмірі олар туылғанда белгіленіп қойылады. Ешқашанда аралардың не қалайтынын сұрамайды. Егер ол біздің пайдамызға істесе, жақсылап тозаң жинауға ұшырып шығарыңдар, дейді. Майя сол күндерден бастап гүлдер туралы үйрене бастайды. Оған аралар табынан қалып кетпеді.
ешқашан жалғыз ұшпауды қайта-қайта ұқтырады. Оған тағы сыртқа қауіпті қабақ аралар бар екенін ескертеді. Олар балдарымызды ұрлап алады дейді. Оларға инемізді кіргізіп алсақшы дейді Майя. Оларды бұлғамен қорғанып алған. Олардың мойыны ғана ашық болады. Олардың мойнына ине тығуға әркімнің күші жете бермейді дейді үлкен ара. Ертеңіне Майя тозаң жинауға бірінші рет сыртқа шығады. Сыртқа шыққанда ол өте таңданады. Айналаға қарайды. Ағаштар, гүлдер, өсімдіктер. Ой, не деген әдемі дейді. Тыныш, біз қыдыру үшін емес, жұмыс істеуге келдік. Топтан қалып кетпе дейді ара басшысы. Бірақ Майя оны естімейді. Ол өзінің ұшып жүргеніне рахаттанады. Ұшып бара жатып көзі жылтырап суға түседі. Судың алдына барып мәз болып тұрады. Ой, не деген әдемі жылтыр деп қарайды. Сол кезде шегіртке су үстімен жүзіп келеді. Майя шегірткемен танысып, сөйлесіп тұрады. Аралар тобынан қалып кеткенін есіне түсіп кетеді. Енді не істеймін? Аралар тобынан қалып қойдым дейді. Шегіртке, ана жерде тозаңды гүлдер бар. Соны жинап үйіңе қайта қой. Екеуі қоштасады. Майя тозаңдарды жинап алып үйіне қарай ұша береді. Бірақ үйі көрінбейді. Ол шаршап тоқтап қалады. Мына жерде біраз демалайын деп тұрғанда жабайы қабақ аралар келіп, оны ұстап, ұяларына апарып қамап қояды. Майя қалай шығамын деп жылайды. Қабақ аралар ертең бал араларының үйіне шабуыл жасаймын деп тұрғанын Майя естіп қалады. Майя мұны естіп, отбасымды құтқаруым керек дейді. Түні бойы ұйықтамай қалай шығуды ойлайды. Сол кезде үлкен араның олардың мойындары ғана ашық болады. Сол жерден ине қадау керек деген сөзі есіне түседі. Таң ата Майя тығылып тұрады. Қабақ аралардың біреуі келіп Майяны іздейді. Майя жоғарыдан ұшып келіп, қабақ араның мойнынан шағып алады, сөйтіп ұшып кетеді. Майя бар күшін салып ұясына ұшып келеді. Барлық болған оқиғаны патшайымға айтып береді. Патшайым тез әскерлерін жинап қорғануға дайын тұрады. Қабақ аралары келгенде, бал аралары жоғарыға көтеріліп, қабақ аралардың мойындарынан шағып алады. Майя бұларды оған үйреткен еді. Қабақ аралар есеңгіреп шегіне бастайды. Ой, Майя, бізді сенің батылдығың, зеректігің құтқарып қалды дейді патшайым. Бұл менің отбасым. Отбасымды құтқару менің борышым дейді Майя. Ой, Майя, біз сенімен мақтанамыз. Сен өскенде кім болғың келеді деп сұрайды патшайым. Майя ойланып, оқытушы болғым келеді. Барлық араларға басымнан өткенді айтып, әркім өз қалағанындай ара болуын айтамын дейді Майя. Майяның сөзіне барлық аралар таңданып күледі.